Кыргыз Республикасының премьер-министрі Жомарт Оторбаев Қазақмыс компаниясының Кыргызстандағы жобасы Бозумшақ кенішіне ат басын тіреді. Ол кен байыту фабрикасындағы құрылыс барысымен және іске қосуға дайындау жұмыстарымен танысты. Жоспар бойынша кен байыту фабрикасы бірер айдан соң іске қосылмақ. Проект «Казахмыс» для нашей страны является очень... Қазақмыс компаниясы іске асырып жатқан жоба біздің еліміз үшін үлгілі жоба болып табылады. Өйткені ол тау-кен жобаларының арасында бірінші болып жобалық қуаттылығына жетіп отыр. Аймақта тұрып жатқан адамдар да жұмысқа орналасып, бұдан пайда көруде. Жергілікті бюджетке салық төленіп жатыр. Әлеуметтік пакет тағы бар. Әлеуметтік жиынтық ретінде жүзеге асырылып жатқан жобалардың жергілікті халыққа тигізер пайдасы зор. Люди, которые же проживают в регионе, получают прямые выгоды. Кен байыту фабрикасында 560-тан астам адам жұмыс істейді. Олардың дені Кыргыз Республикасының азаматтары. Бозумшақ кен байыту комбинатына қарасты байыту фабрикасына жылына 1 миллион тонна кен қажет. Жоспар бойынша орта есеппен алғанда мұнда жылына 7000 тонна концентратты мыс, 35 000 унция алтын қоспасы алынуы тиіс. Бүгінгі таңда Бозумшақ жобасына $300 миллион астам инвестиция салыныпты.